Ассалаумағалейкум, құрметті шаруа қожалық иелері. Біз қазір Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Еңсеген ауыл шаруашылық өндірістік кооперативінде отырмыз. артымызда тұрған Ужен ТС 1404 тракторы. Бұл тракторда 140 ат күші бар. Вичай моторымен жабдықталған, Common Rail электронды системасымен жабдықталған. Жалпы ауыл шаруашылықтың кез келген ауыр жұмыстарына арналған деп айтуға бола ма? Болады. Ауыр жұмыстарға, жер жыртуға, ат күші көп қой, 140. Енді бұл трактор болмағанда бұрын менде бір трактор болды, 150 деген бар, кішкентай К-70 сияқты. Мысалы, МАЗдың моторымен ол расход көп болды енді. Сатып құтылдық. Осы тракторды алғасын әйтеуір кішкене көзіміз ашылып жұмыс жасап жатыр. Жалпы вичайский моторды қаншалықты сенімді қазіргі таңда біздің шаруашылыққа қолдануға бола ма? Вичайский моторды қазір енді бүкіл техниканың айналасында жүрген адамның бәрі айтып жатыр ғой, жақсы деп енді. Бізде көріп жатырық. Енді мына техника, мен грузовой техникаға да салдық, МАЗға. Қазір енді ол да жақсы Қызмет етіп жатыр. Жақсы қызмет етіп жатыр. Бұл тракторға мен ешқандай қосалқы бөлшек салған жоқпыз әлі. Сол келген өзінің есіме жұмыс жасап жатыр, енді 3 жыл болды ғой. Ауыл шаруашылықта жүргеніңізге қанша жыл болды? Ауыл шаруашылықта жүргеніме 13 жыл болды. Ауыл шаруашылығын қойдан бастап бақтық. Үшеден жер алып, бірінші 250 гектар жер алдық, қазір 3,5 гектар жеріміз бар. Өзіміздің күшімізбен бастап жатырық. Кредит не алған жоқпыз, малға кредит алған жоқ. Бір малдан 2 мал етіп көбейтіп жатырық. Байдың баласы емеспін дейсіз? Иә, байдың баласы емеспіз. Әкем К-700, 22 жыл К-700 айтады әкем. Өзім дейтін 9-10 оқып жүргеннен бастап айдап кеткенмін К-700. Техникаға жақынбыз ғой. Техниканың жаңа болғаны жақсы. Бізге енді Қытайдың техникалары әлі де дұрыс кірмей жатыр ғой, негізі. Кіріп жатқан бер жағында ғой. Қытайда да адамдар бар, сөйлесіп отыр. Қытайдан әкелетін техника көп қой негізі әлі. Мысалы, қосалқы бөлшектер, мысалы шөп шабатын кәсекілеріміз, баяғы кәсекімен шабамыз әлі. Мысалы, оның бер жағында Қазақстаннан шыққан кәсекілер жасақ алып істеп көрдік, жасыл кәсекілер. Ол мысалы шыдамайды. 2 жылда уже даже рамалары сваркілеуге де келмейді. Негізі мына Қытайдың кәсекілері бар, жақсы кәсекілер. Біздің жерге арнап сегментіне кәсекілер ғой. Солар болса енді. Техника жаңа болған жақсы ғой, ауыл шаруашылығы дамиды. Техника жаңа болған жағдайда. Қазіргі ең мықты мәселе мына тракторист. Тракторист мәселесін енді табу қиын, адам табу. Олар сосын келеді де тракторыңды қарайды. Тракторыңыз қандай айдауға? Жаңа ма? Шын? Ескі ма? Ескі трактор болса айдамайды, кетіп қалады. Енді қазір Аллаға шүкір, мына хозяйстволардың көбі алып жатыр ғой енді жаңа техникаларды. Жаңа техника айдағысы келеді қазір трактористерде. Қаншалықты жаңартты техникалар жалпы ауылда? Енді 100 шаруа қожалықтың бір 10-ы жаңартты деп айтуға келе ма? 20-сы жаңартқан шығар. 20-сы жаңартқан шығар. Қалған 80 шаруа қожалықтың әлі ескі техникалар бар ғой. Екі ойлы көп жүр ол кісілер енді. Алсам ба, алмасам ба? Алғанда енді көбі жаңадай ғой енді. Басқа жақтың техникасынан қорқады қазір. Жүрегі тұрмайды. Қытайдың техникасына, Американ, Донфенг нелер бар ғой жаңа. Джон Дирлар бар. Сондайларды алуға сосын, енді бірақ бағасы да арзан емес қой олардың. Бірақ енді запчастьін таба алмаймыз деп қорқады. Ең бірінші сол. Запчасть жоқ. Техника бар Ақтөбеде болса аласың. Ал сынған жағдайда запчасть жоқ. Келе ма, келмей ма? Келе ма, келмей ма? Тапқан күннің өзінде. Тапқан күннің өзінде келе ма, келмей ма, оны іздейсің. Қолың алып аласың да жүресің образец ұстап. Қытайдың енді запчасті көп қой қазір. Фирма енді осы алып жатыр қой фирмадан. Соның запчастьін тауып беріп тұрса, вообще керім болады. Жақсы бар. 10 жылда өзі жеткен жетістігіңіз еді. Енді бұдан бастаған кезде бізде ештеңе болған жоқ. Бір вагонмен келдік. Жайлау отыратын жер бар. Сол жерге вагонмен келіп бастадық қой. Жаңғыз вагон сүйреп келдік. Сол вагонда тұрдық, шамалы үй салдық. Сол жерден бастап қазір өзіміз жұмыс жасайтын. Ағайындар ғой бұл жерде көп жасайтын. Інілерім, мен 10 баланың үлкенімін өзім. Інілерім біреу такты айдайды, біреу малды қарайды, біреу мына КамАЗды айдайды, біреу газельді айдайды. Үкіметтен малға үлкен кредит не алып көрген жоқпыз. Енді ойымыз бар, алда уақытта аламыз ба деп.
техникаларымыз бәрі енді бар енді. Қазір тек жылқы бағамыз. Қойда, сиырда саттық, жылқымен қалдық. 200 бастай жылқымыз бар. 200 бастай. Көбейтеміз ғой алдағы уақытта. Жалпы ауыл шаруашылығына қазір не жетіспейді? Мен ауыл шаруашылығына Алып қосар. мен мысалы сиыр бақтым. Енді бұл жерде ауыл шаруашылығын енді қазір адам баласы енді біреуді кінәлайды ғой енді. Біз ауыл шаруашылығын мен ветеринария жағы дұрыс емес, әлі дамымаған ветеринария жағы Қазақстанда. Мысалы сиыр, қазір халықтың қаншама сиыр бір сөзге шығып жатыр. Біздің де сиырларымыз шықты бір сөзге. Жалпы сиыр сондай сиыр малы дейтін аурушаң болады да оған. Ветеринария, оның бәрін вакцина, дәрілер бәрі жақсы болу керек. Оның сосын жалпы сиыр малының тамағының рационы жақсы болу керек та негізі. Біз жақта мысалы ойылда құр шөппен алып шығады ғой. Негізі мысалы мен 2-3 жылдан бері суданка егіп, істеп бәрі нәтижесін көріп жатырмын ғой. Екпе шөп, суданка, тары ектім, соның саломдары, бидай, соның саломы. Сол жылдары мал жақсы шығады. Тамағы дұрыс болу керек та. Айналысатын ферма. В общем, мал бақсаң енді жермен де айналысу керексің. Мен түсінгенім солай. Хотя өзіңнің малыңа жететін екпе шөптер егу керек та малға. Бізде жұмысшы жағы қиындау, сосын жұмысшы жағы. Айттым ғой, жаңа ауылдың адамдары жұмыс жасағысы келмейді, тракторист, малшы деген проблема. Мал ауылға көшіп келгісі келмейді, жаңағыдай әйелдері келгісі келмейді. Енді қазақ мал ғой баққан, енді СССР-дың кезінде де біздің мал ауылда өстік. Ол кезде малшының балдары бар да, мен класстастарым бар да, 10 шақты бала бар мен малшының балдары. Интернетте жатып оқыды. Солардың әке-шешелері өмір бойы сол мал ауылда өмір сүрді да, мал бақты. Қазір адамдар мына жерге малдың басына ауылға келгісі келмейді. Жұмыссыз жатқан жастар бар ма? Иә, жұмыс жатқан балдар көп. Ауылда жұмыссыз адам көп қой. Қалаға барады, қазір мысалы, осы 1-2 жылдан бері көшіп жатыр ғой қалаға. Ауылда нәнейін сатып кетеді, қалаға барады, біреудің квартирасында тұрады. Жұмыс жоқ, келеді. Бұл да оңай жұмыс емес қой, но бірақ енді қазір жайлап жеңілдеп келе жатыр ғой. Техника жаңарған сайын жеңілдейді барға да. Трактористке де, бәрімізге де жеңілдейді техника жаңарған сайын. Мал шаруашылықты, егін шаруашылығын өнімділігін арттыру үшін не істеуге болады жалпы? Аз күшпен көп өнім шығаруға деген. Ол үшін маман керек. Агроном дейді ғой баяғыда. Агроном болды ғой. Сондай маман. Қазір мысалы біздің ойыл ауданында маман жоқ. Мысалы қазір егіспен айналысқымыз келеді да, біз бұрын мен мамандығым агроном емес. Әр жерде мысалы тексереді ғой. Мысалы ойыл мысалы қуаншылыққа жатады аудан, мысалы қуаншылық ауданына жатады. Қуаншылық жерлерге қандай дән дақылдар егуге болады? Мысалы соның бәрін зерттеп, соның бәрін бүйтіп көрсетіп отыратын адам болса, егер жасайтын. Мысалы біздің ауданымызда агроном жоқ. Агрономды алып келіп жасатуға мүмкіндік бар ма жалпы? Енді мысалы мына Орынборда да бір жігіттер бар, енді келіп агрономдар келіп бір жет жатып маған көрсетіп үйретеміз деген, мен соны алдағы уақытта өзім соны шақыртып үйренейін деп отырмын. Ауданнан сұрайын десең ешкім жоқ. Қуаншылық жерлерге деген майлы дақылдар да бар да, мысалы мақсарын егуге болады мысалы. Мен мысалы өзім көріп жүргендерім мысалы. Сол сияқты зерттеп шығатын жағын, дәнді жаңағыдай өнім көп алу үшін мына жерге не шығады? Мысалы бидай көп шықпайды бізге мысалы, ойыл ауданында мысалы. Оның орнына не егуге болады мысалы? Соны маман керек та, маман. Қазақта мақал бар ғой, шымшық сойса қасап сойсын деген. Сол ғой мысалы. Біз мал бағып жүріп егін егеміз деп талпынып жатық та, енді өзімізден өлеміз. Әйтеуір қазір мысалы интернеттен қарайсың, біреуден сұрайсың, сонымен жасап жатық та енді өзіміз. Алматы облысын алып қарайтын болсақ мысалға, көп шаруа қожалықтарда басқа мемлекеттерден, Өзбекстан, көршілес, Қарақалпақстан елдерден келіп жұмыс жасайтын мамандар бар. Ондай жағын қарастырып көрдіңіздер ме, сіздерде болды ма? Біз енді осы күнге дейін мына хозяйстволарға квота берген жоқ негізі. Шетел азаматтарына келіп жұмыс жасатуға. Жеке адамға квота болды осы күнге дейін. Мысалы сен заң бойынша осы биылдан бастап, былтырдан бастап жайлап қозғалып квота беріп жатыр да хозяйстволарға. Бұрын деген хозяйствоға жұмыс жасатуға болмайды болды, заңсыз болды. Сен жеке адамсың, физически үйіңе келіп, үйіңді салдырып, стройка істете аласың, а бірақ хозяйствоға келіп трактор айдатуға болмайды мысалы, шетел азаматтарына мысалы. Заң жүзінде? Иә, заң жүзінде техникаға жолатуға болмайды. Иә, именно юридический хозяйствоға әкеліп жұмыс жасатуға болмайды негізі. Енді міне квота беріп жатыр, былтырдан бастап, елдан бастап. А енді бірақ бізге батысқа білмеймін енді келмей тұр. Мысалы мына Ақтау, Атырау жақтарында шетел азаматтар көп жұмыс жасайды.
Ақтауда өзенде көп. Мысалы, олар көшесін сыпыратын да сол шетелдің азаматтары, білем бәрін. Біз жаққа, бірақ Ақтөбе жаққа келмейді. Енді ол жаққа бүгін оралмандар көп кет, таныстар арқылы, не арқылы келеді деп ойлаймын да мен. Бірақ енді шетел азаматтарын әкеліп жұмыс жасатқан жақсы негізі. Біздің қазақтың той садақасы көп. Қазақстанда дамытқан дұрыс қой ауыл шаруашылығын. Біз мысалы Ойыл ауданында, өзіміздің тұрып отқан аудан, ауыл шаруашылықтан мысалы ештеме жоқ. Ештеме жоқ, ештеме өндіріс жоқ вообще. Тупик аудан ғой бұл. Жол келеді деп бітеді осы жерден, Ойыл ауданынан келіп. Мысалы Қабда мынау жаңа өтіп жатыр ғой, жол болғасын ол жерде кішкене халыққа жұмыс болады да. Мына жақта Ойыл ауданы тек қана ауыл шаруашылығы. Бұл жақта басқа өндіріс ештеме жоқ. Тек ауыл шаруашылығы. Бос жатқан жерлер бар ма? Көп па? Бос жатқан жерлер енді алыста бар, алыста. Егін де егілмей, мал да жайылмай. Бар бос жатқан. Енді қазір халықтың да малы көбейіп келе жатыр ғой, жақсы, қазір халықтың жағдайы жақсы болып келе жатыр. Но бірақ енді ауыл шаруашылығы дамымай тұр біздің ауданда, басқа ауданда айта алмаймын мен. Көзіммен көрмегесін айта алмаймын мен. Кедергі сол қаладан ауылдан қалаға кетіп отыр адамдар. Адам жұмыс жасағысы келмей тұр. Енді мемлекеттің бәрі қолдап отыр. Мемлекеттен қазір негізі қолдаулар көп қой. Қолдаулар бар енді. Бірақ көп адам соны ала алмайды негізі. Көп адам ала алмай жүр. Тәуекелден қорқады. Тәуекелден қорқады, жағдай құжаттар көп, ешкім көп. Адамдар кедергілер бар ғой. Оны айта берсең көп оны. Өзіміздің жақсы көретін кәсібіміз ғой. Бірақ енді жай. Бұл енді мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы енді бірден көтеріліп кетпейді, жай келе жатыр енді. Шыдау керек, сабырлық керек, төзімдік керек. Бәрін қажет етеді ғой. Аға, береке берсін Құдай қаласа ісіңізге. Үлкейтіп, кеңейте беріңіз шаруашылығыңызда. Техникалар бұзылмай, сынбай қызмет ете берсін.